Şimdi mына жолдардың барлығы зырылдаған асфальт емес, бұндай грейдерлермен жүреміз. Тастардың арасымен тігідік жұлқылап қоймайды. Бір ерекшелігі менің бұрынғы велосипедімнен мына великтің алдыңғы амортизатор жоқ бұда. Бұда карбоновый илки, бұда карбон. Бірақ мынандай тастарды карбонда жеңілдетпейтін шығар. Жұлқылайды екен. Түсіп келе жатырмыз міне. Так. Мынау міне. Алдымызда берел көрінді. Так. Жаңа Медведьде болдық. Екеуінің арасы 7-8 шақырым. Не осылай жүре береміз. Тап осыда бұқтырма болу керек. Ар жағынан жаңағы Қаракөлден алып келетін барлық өзендер өшірген алып өтеді. Әттең біздің Маңғыстауда осындай бір өзен болса дейміз ғой. Мәдина өтіп келе жатыр қасымыздан. Өздерін бүктеріп. Осылай бір өзен болса біздің облыста, қалай олар өтті ма? Неки? Қазақстан туы. Неки? Енді солға бұрылып жүрем. Қорықтан шықтым. Қорықтан шыққаныма 7-8 шақырым болды. Бүгінгі күннің жоспары осылай неки? Gelin görünmüyor. Ne bir kızık ağaç köprünün üstünde durmuş. Ortası mayıskan. Burada ben bildiğimde o mayıspaydı o. Kılıçtırı ötü var, temizleri var. Yine bana Aksu'muz. Orta Basıkı'da gidiyor. Bası Aksu'da şu an. Bir yağı bakırma olalım. Jür.
Молодец! Так, үлкен жолдан түстік бұрылып солға қарай. Мынау Қаракөл деген жерге қарай кетіп бара жатырмыз. Жол міне осындай. Мындай таудың арасының жолы. Әйтеуір машина жүрген. Соған еза болып бара жатырмыз. Міне осылай. Ыстақ жол. Балшық. Шамал дейінше суды кешпеуге тырысамыз. Хоп, хоп, хоп. Ne? Biz sürüyoruz. Bırak. Tabiat. Karakol bırak. Şey başka. Tüptü başka. Bulaklar çok kesiyor. Kime yetti? Bulak çok жерден келіп алып. Var mı? Ne? Dağ yol. Tropinka жол. Jiптер жүреді. Ары қарай қимылдай береді. Осындай жолдармен кету керек. Tavlar.
Fazından da. İnce Biliz oturum. Aklımda. Şimdi. Dedi 8 kilometre kaldı değil mi? Romanın 8. Vatapattan keyin 6 kilometre ekan. Vatapatga hali жеткенбиz. Vatapatdan qancha? Vatapatga hali bir 5 kilometr bor. Ha, suvli yerni sürüğüm kerak edi. Sudan qalay o'tib ketganim. Arasında cayıyor. Arasında üstüne mine köprüler вездесет. Особый веки. Var koy ya. Kalay жүрүз. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yolunuz olsun. Amin. Masa 40 para. Tamam. Simitin var mı? Yok. Bilmiyorum. Болады енді. Юру тас опасный екен. Барбарика. Барбарика жинауға болады. Barbarika var mı? Иә. Haydi. Yine buraya yine. Машинамен қайда? Маса. Çok koya. Күшті оның бар едесі. Иә. Көптен бері егі жоқ да. Жаңа тоғайдың ішімен де жүріп келеміз. Ағашқанға түсіп кетті. Сарқырамаға келдік. Сарқырамаға келдік. Sonымен bugün mine 9. şilde günü Karakol Gölü'nün tümünün жағындағы göl Sarkıramağa gelip biz bu yerde namazını kıldık. Yukarı жаққа шетелдік көрдік, олардан да машина бізге осы түмен бір оқып түмен көтті. Аналар кіші. Ана жерде велосипедті қойып түсіп қой, а? Жарайсыз
Değil mi? Cege koysa da var. Karagül'e bir 5 kilometre alған шығар. Жол осындай. Осындай кеппеген лужалар көп, күлшіктер. Осылай. Атты бір күтіп алмайық. Ассалаумағалейкум. Айт қабыл болсын аға. Амин, қабыл болсын. Ой, рахмет, өздеріңізге. Қалайсыңыздар? Ақырындап Мұздаудан келеміз, өздеріңіз. Біз сол Мұздауға шығып бара жатырмыз. Белсебеттен сірә шыға алмаймыз ғой, а? Ой, бармай-ақ қойыңыз. Атқа мініңізді ары қарай кетіңіз. Атқа мінеміз соны, жігіттер келісіп жатыр еді. Жаңа, айтты. Ана кісілер келмәсіздер. Ана, мен бала менің балам. Балам сосын жолдасым. Күтіп жүрмейік. Иә. Великпен келесіз бе сіз? Иә, мен тұна Маңғыстаудан Великпен Осы жерге келдім. дейін ба? Каспийден, иә. Мен осы жерге дейін апарам, сосын жаңа немді сөндірем. GPS-імді ары қарай атқа мінемді. Қарыде болса, 40 жылдан кейін келіп, бұл жерге Белсебеттен келеді деп. Сол Маңғыстаудан сондай күйеу бар деп айтып жүрсін деп. Апай мықты Наймандағы белесіздерге айтыңызшы аға. Ой, рахмет бауырларым. Сіздер ме сондай? Рахмет, рахмет. Сіздер ма? Жоқ, апай мықты. Өзін апайларын мақтайды. Иә, конечно, апай Найман болады. Мұстау көрінді. Бүгін міне Мұзтаудың табанына келдік. Жерден жоғарыдан көріп тұрмыз. Біз енді соның табанына барамыз да, ары қарай велосипедпен жүре алмаймыз. Яғни атпен кетеміз. Оны бірінші, екінші күнде бөліп бастырамыз. Солай, велосипед өз міндетін атқарды, әдемі жүрді, ұлған жоқ. Мен де шыдадым. Міне, анау Айзданың төбе жағында тұрған, ар жағында бұлттың астында Мұзтау. Түгел көрініп тұрған жоқ, ұшы көрінбейді, бірақ сол Мұзтау. Біз Қаракөл көлінің етегіне жеттік. Енді 500 метрден кейін Қаракөл деген көл болады. Міне көлдің шеті көрініп жатыр. Міне осылай велосипедпен Қаракөлге келдік. Міне, бүгін 9 шілде күні сағат 14-15 сағат 3-тің мезгілінде біз Мұзтау баурайындағы Қаракөлге келдік. Әне жерде көрініп тұр, 1 километр жерде. Мен жерден қазір Мұзтаудың әдемі көрінісі ашылды, соны түсіріп жатырмыз. Біз барам дегенше қайтен бұлт жауып қалуы мүмкін. Соның үшін мысалы. Ja, 23 күні
Астана қаласынан шығып 13-14 күнде жүруші билет. Оның енді негізгі целі мына қазақтың даласының байтақтығын көрсету, елдің бірлігін көрсету, ауылдың бірлігі ол зырылдап жіппен өтіп кеткенде ол ощущение бәрі басқаша болады. Ол велосипедпен аралап бәрі басқа болады. Әр 100 километр сайын түнейміз. Маңғыстаудың даласымен ортада бері қарай Самның, Тосының құмдарынан өттік, Торғайдың жазығының үстіне өттік, Сарыарқадан өттік. Бері қарай келіп Найман күрі таулары қазіргі Шыңғыстау, содан бері қарай келетін тау жерде тұрады.